Ассалаумағалейкум қазақ елім. Мен әлі Алматыдамын. Қали бауырымызды демеуге, көмек беруге жаңа көп қазақ елім сенбей жатты. Бұндай производство жоқ, өндіріс деп. Міне бір баланың, бір жас баланың, бір батырдың өзінің салған мини заводы, міне темірмен жасалып жатыр. Міне барлық еңбек көз алдарыңызда. Ары қарай Халиді өзі де түсіндіре жатады. Жаңағы бұл жерде машина қазақ елім сұрайтынымыз осы тұрғанда 30 дана деп болды. 30 данасы дайын. Мен заводқа өзім көрсетіп шығам, гильотинадан бастап барлық жағын. Сол қазақ елімен демеу сұраймыз. Енді Мәке, өзің айтшы, сіздің ауыл шаруашылығына бұл қандай көмегі бар? Біздің ауылға шаруашылыққа көмір тасуға, жаңа қиярды, помидор тасуға мынау өте тамаша нәрсе екен негізі. Жаңа китайский қанша тұрады дедің? 650 мың. 650 мың, 700 мың сондай тұрады. тұрады. 530 мың, оның қаңылтыры 500 мыңдық табар мынада, сәл борды кішілеу. Жұқа оның, қаңылтыры да жұқа, темір да жұқа, китайский да ол таза. Нағыз бізге Сарыағашқа диқандарға керек нәрсе екен мынау бар ғой. 530 мың қымбат емес былай ойлаймын. Қытайдікінен қайда күшті. Ой, мынау металдың качествосын, мынау біздің Қалижанның телефоны. Заказ берем десеңдер, прямой, бізде ортада ділдал, алыпсатар деген ешкім жоқ. Міне отандық нені қолдау керек қыз. Ең бірінші отандық. Міне отандық нөмір. Осы Халидің өз қалтасынан, өзінің отбасынан жасалған заттар, міне барлығы тұр. Не керек, барлығын өзі алған. Міне готовый корпус, кузовтар тұр, покрасочный цех жасап жатыр. Керемет, алтын жігіт, қолынан да барлығы келеді, іспен де дәлелдеп тұр. Міне двигательдердің түр-түрі тұр, аккумулятор, амортизатор, барлық зат дайын қазақ елі. Алайық, көмектесейік, әр бір диханда, әр теплицада, әр жылыжай, любой жерде бір данадан болса осы. Біріншіден Халидің қазір ойы болып жатыр. Тоқпен жүреді, бірыңғай. 50-мен жүреді. 1500 ватт. 1500 ватт. Керемет зат, 1 тоннаны көтеріп тұр, 1 тоннаны аударып тастап тұр. Қазір Халидің арманы осы газелін істеу. Осының үлкен вариантын 5 тоннигін істегісі келіп тұр. Мен соған жобаға қосылып жатырмын Халиге. Запчасын әкел, мен біріншісін өзім заказ берем, біріншісіне ақшасын төлеймін деп. Тема ол емес, тема міне қазақ елім. Бар еңбек, міне әкесі Халидің. Батыр ағамыз да білу керек, міне нағыз қазақтың. Осындай кісілерге аплодисменты, осындай кісілерге мынандай Халидей баланы тәрбиелеп, қазақтың рухымен өсіргеніңізге сізге мыңда бір алғыс аға. Сол дальше идем, мне контактный сварка, мне готовый, ұзыны, кішкентайы, не керек, қазақ елім. Көмектесейік, демеу қылайық мынандай батырларға. Ары қарай жоғарыдан көрсін, машина істесін, вертолет істесін, самолет істесін, квадрокоптер. Қытайда оққан, тілін білет, Қытайда алдауды да білет, барлығын білет, міне. Қазақтың батырларын біліп жүріңіздер. Қазақ елім, көмек қылайық. Айқайлағаннан ешқандай результат жоқ. Реально заказ беріңіздер. Жаңа телефон номері. Көп сөз, боқ сөз дейді. Енді көреміз енді. Бұл жарнамадан кейін өтпесе, қайдам енді, онда қазақ еліме сенбеймін, онда болды. Қазақ елім, демеу қылайық. Шын көңілмен. Сіздерге біз мусор сатып атқан жоқпыз. Кәдімгі бұл машина, самосвал десеңіздер, самосвал қыламыз, су шашатын қыламыз десеңіздер, су шашатын қыламыз, құрт аударатын қыл десеңіздер, құрт аударатын істеп береміз. Барлығы міне алтын қолды Халимен, міне әкесі, інісі барлығы тірлік жасап жатыр. Отбасыны бизнес істеуге де болады. Любой Қазақстанның облысына өзіміз лично апарамыз, жеткізіп береміз, проблема жоқ. Сау болыңыздар қазақ елім. Заказ күтеміз. Кішкентай демеу берейікші біздің батырға. Қолдау күтеміз. Все, басқа еш нәрсе керек жоқ. Рахмет қазақ елім. Репост, лайк. Кімнің қандай қожалығы бар, ағаларыңызға, інілеріңізге, туысқандарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Қош сау болыңыздар.